Қарлұқ қағанаты 756 және 940 жылдардың аралығында өмір сүрген. Араб деректері бойынша қарлұқтардың территориясын шығыстан батысқа дейін 30 күннің ішінде басып өтуге болады деген екен. Ал енді Худуд әл-Алам деректеріне сәйкес қарлұқтарда 25 қала және қоныс болғандығын дәлелдеп кеткен екен. Енді Қытай деректерінде қарлұқтарда жалпы бұлақ дейтін ру болған дейді. Алтай тауының баурайында өмір сүрген. Олар қарлұқтардағы жетекші тайпа, былайша айтқанда олигархтық, оларды басқарған тайпа ретінде есептеледі екен. Ал енді бұлақ тайпасынан кейін халықтың негізгі бөлігін ең төменгі сатылар, олар қауым мүшелері және құлдар құраған екен. Бұл информациялар тестте келеді, сол себепті міндетті түрде жазылады, қауым мүшелері және құлдар. Кеттік. Енді біз Қарлұқ қағанатында 756 жылы бастаймыз. Дәл осы жылы Түргеш мемлекетінің территориясын басып алып, Жетісудың территориясында өздерінің жаңа мемлекетін қалыптастырған болатын. Ал енді осында 200 деген цифр тұр. Не үшін тұр 200 деген цифр? Өйткені қарлұқтарда жалпы 200 жыл бойы өмір сүргендігін көрсеткен екен. Мінекей Жетісу жер ретінде мына жерді алып көрсетуімізге болады. 200 жылға жуық уақыт аралығында бұл кісілер өмір сүрді. Әрмен қарай кеттік. Қарлұқтардың негізгі топтасып орналасқан жері, ең басында негізгі территориясы шығысында Алтай тауларынан бастап Балқаш көліне дейін екен. Ал енді Қарлұқ тайпалары негізінен Қазақстан территориясында дәл осы аймақта өмір сүрді. Плюс бұл кісілер Алтай тауларында қалыптасты. Алтай тауларының солтүстік жоталарында қалыптасты. Және Қарлұқ тайпалары бізде басқа да аймақтарға баратын көптеген маңызды сауда керуендерін өздері бақылады. Және бұл кісілер әртүрлі өнерлері де дамыған мемлекет болды Қарлұқ қағанаты. Әрмен қарай кеттік. Енді қарлұқтардың жалпы осы Алтай тауларында өмір сүріп жатыр ғой, енді олардың қалай Жетісу территориясына келгендігі туралы айтып өтейік. Ең бірінші біз ұйғыр қағанаты құрылған уақыт бар ғой, 744 жылы құрылды, содан бастайық енді. Естеріңізде болса, қарлұқтар түргештерді басып алды, кезінде түргештерге көмектесіп, сосын түргештерді басып алды. Енді ұйғыр қағанатының территориясын қарлұқтар сол кезде соғысады. Қарлұқтар соғыс болады. Қарлұқтар және ұйғырлар екеуі бірігіп 744 жылы шығыс түрік қағанатын құлатады. Сөйтті да, енді ұйғырлар айтады, қарлұқтар бізге көмектестіңдер, все, давайте до свидания, дальше сендердің бізге керектерің жоқ деді. Сөйтіп қарлұқтар ұйғырлардан былайша айтқанда жеңіледі. Сөйтті амалдың жоқтығынан, сатқындықтың әсерінен ол кісілер Қазақстанның оңтүстік шығысына, яғни Жетісудың территориясына жылжи бастайды екен.